Алғашқы сәлем бұл Эд Ширанның әндері арқылы ағылшын грамматикасын игеру курсы. English Grammar for Music 101 Beginner деңгейі. 7-ші сабақ. Бүгінгі тақырып болымсыз бұйрық рай, ағылшынша айтсақ negative imperative. Осы сабақта өте жеңіл болады. Тек қана бір сөзді ғана жаттау керек. Эд Ширанның көптеген әндері бар. Мен ең сүйікті әнім Don't mess with my love. Мен махаббатыммен шатыспа. Бұл болымсыз бұйрық райдың мысалы. Болым дегеніміз жаса, кел, ойна. Болымсыз дегеніміз жасама, келме, ойнама. Ағылшын тіліндегі болымсыз бұйрық райды жасау үшін don't сөзін ғана қосу керек. Негізі don't сөзі басқа екі сөздің комбинациясы болып саналады. Do және not. Notты біз білеміз, бұл емес дегенді білдіреді. Ал do дегеніміз жасау. Осы сабаққа жай ғана don't сөзін жаттау керек. Оны етістіктің алдына қою керек. Басқа мысалдарға қарайық. I don't care әні. Don't think I fit in at this party. Мен осы тойда үйлесіп кеттім деп ойлама. Beautiful people әні. Don't ask that question here. Осы сұрақты бұл жерде қойма. Dive әні. Don't tell me you need me. Және мен саған керекпін деп айтпа. Lego house әні. Don't hold me down. Мені ұстама. Осымен болды. Осы видеода қолданылған Эд Ширанның әндері міне осылар. Достар, мен бұл видеоны қазір 2023 жылдың 26 желтоқсанында түсіріп отырмын. Мен осы курстың ең бірінші пилоттық 7 сабағына материал жинап, сценарийін дайындау үшін 8 сағат жұмсадым. Егер сендер осы курстың жалғасын қаласаңдар, жай ғана соны осы видеоның комменттеріне жаза аласыздар. Егер мен курсты жалғастыруды шешсем, осы видеоның астына комменттерге жазам, және келесі сабақ шықса, оған сілтемесі бұл жерде тұруы тиіс. Көріскенше.